Шымкентте екі алаяқ зейнеткердің 46 миллион теңгесін алдап алған. 69 жастағы күйеуанадан ақша жымқырғандарды полиция қолға түсірді. Олар өздерін байланыс операторы ретінде таныстырып, SMS-код арқылы зейнеткердің шотында ақша барын білген. Кейін құқық қорғаушылардың атынан хабарласып, алдыңғы қоңырау шалған алаяқ екенін ескертеді. Сөйтіп зейнеткерге жиған тергенін сақтап қалу үшін ақшаны шешіп алуды ұсынған. Сотта күдіктілердің кінәсі дәлелденіп, әрқайсысының бостандығы 5 жылға шектелді. Ақша иесіне қайтарылды. Киберпол қызметкерлері күдіктілерді анықтап, жан-жақты және толыққанды тергеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде жәбірленушіге келтірген шығын түгел өтелді. Полиция азаматтарды мұқият болуға және жеке деректер мен қаражатты белгісіз тұлғаларға бермеуге шақырады.